Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Бүгін өте оңай пирог дайындаймыз. Алдымен 3 жұмыртқаға 12 ас қасық қант саламыз. Жақсылап көпіргенше миксерлейміз. 12 ас қасық сүт құямыз. 12 ас қасық сұйық май құямыз. Тағы да бір миксерлейміз. 12 ас қасық ұн саламыз. 10 грамм қопсытқыш саламыз. Миксерлейміз. Лимонның немесе апельсиннің цедрасын қосамыз. Мен апельсиндікін қостым. Апельсиннің цедрасымен жасасаңыздар, пирогтарыңыз өте дәмді болып шығады. Осылай бір апельсиннің цедрасын чөркілеп алдым. Тағы да бір миксерлеп жібереміз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Формамызды дайындап, пирогымызды формамызға құямыз. Сіздер енді әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан, пештеріңіздің градусына қарай пісірсеңіздер болады. Піскен піспегенін ағаш таяқшаның көмегімен білеміз. Піскен болса, таяқшамыз құрғақ болып шығуы керек. Дайындап көріңіздер, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Тез жасалатын өте дәмді пирог. Үстіне осылай қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақша каналды қолдап қойыңыздар. Лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Рахмет.